көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайын. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Мен сізге қазір MetaMask кошелекке қалай кіру керек және кабинетке қалай кіру керек, соны көрсетемін. Мысалы, сіздің өзіңіздің ашылған MetaMask кошелегіңіз бар болса, 12 фразаңызды, пароліңізді білетін болсаңыз, және телефоныңызды ауыстырған болсаңыз, сол жаңа телефонға MetaMask кошелекке кіру үшін, ашылған кабинетіңізге кіру үшін не істеу керек? Мен сізге соны қазір көрсетемін. Телефоныңыз Android болса, осы Google Play-ға кіріп, MetaMask кошелекті жүктеп аласыз, және VPN-ді жүктеп аласыз. Қазір оны көрсетемін. Егер iPhone болса, App Store-дан жүктейсіз. Бірінші MetaMask кошелек жүктейсіз. Осылай кіресіз. Мысалы, жаңа телефон алдыңыз дейік, соған орнату үшін. Міне төмен жағына поиск деген басасыз. Жоғарысына MetaMask деп мына жерге жазасыз. Поиск деген жерге MetaMask. Міне осылай жазған кезде өзі шығады, кошелек, MetaMask кошелек деп түртіп қаласыз үстін. Осыны установить етесіз. Міне үстін түртіп қаласыз, мына үстін. Міне установить деген басасыз. Осылай MetaMask кошелекті жүктейсіз бірінші жаңа телефоныңызға. Міне жүктеліп жатыр. Міне жүктелді. Открытті басып ашсаңыз да болады, немесе телефон бетіне шықты ол. Енді екінші нәрсе, VPN жүктеу керек. Назад. Поискқа тоже. VPN деп жазасыз. VPN түрі көп енді. Мен қолданып жүрген VPN-ді көрсетейін. Осы жерден VPN-дер бар міне, неше түрлі. Міне, именно мына VPN жақсы жұмыс жасайды. Thunder VPN деген. Түртіп қаласыз. Осыны жүктеп аласыз. Өйткені осы жалпы VPN болмаса кабинетке кіре алмайсыз. Сол үшін де VPN керек. Жүктеліп жатыр. Міне VPN жүктелді. Открытті басып кірсек те болады. Немесе телефон бетіне шықты. Қазір оны көрсетемін. Міне астында оны неуді басып қалып шығып кетсеңіз де болады. Міне телефон бетіне шықты екеуі де. MetaMask кошелек, Thunder VPN деген кошелек шықты. VPN. Негізі VPN түрлері көп. Turbo VPN де жақсы. Қолданатын VPN-дер. Енді әрі қарай бір VPN-ді қосып аласыз, орнатып. Thunder VPN деген түртіп қаласыз үстін. Әрі қарай осылай шығады. Принять дегенді басасыз. Платный бар, бесплатный бар. Платный алсаңыз осында реклама болмайды деп осылай көрсетіп тұр. Бесплатный да бар. Осылай шыққан кезде кейде шығады, кейде шықпайды, қазір шығып тұр. Міне X-ті басып жібересіз оң жағында, жоғарысында. Басып жібересіз, сосын міне сіз шаны басасыз, міне сол жағында, жоғарысында. Настройка деген басасыз. Қызыл тұр, настройка. Сосын мынаны оңға жылжытып қоясыз, міне қызылды. Сосын ананың үстін басқан кезде осылай шығады, разрешить. Міне жылжыды. Әрі назад. Міне. Енді VPN-ді қосасыз. VPN-ді қосқан кезде көресіз, үстінде түк те жоқ, ештеңе де жоқ. Подключить деген басасыз. Разрешить деген басасыз. Болды. Міне уже қосылды деген сөз. VPN қосылды. Подключено деген сөз. Міне отыра қалды. Және міне VPN деген жазу шықты. Немесе кілттің суреті шығады. Уже VPN қосылып тұр деген сөз. iPhone-да басқаша. iPhone-да бұл жерден кірмейсіз. iPhone-да осылай жүктеген кезде осыны настройкасынан кіресіз iPhone-ны. Настройкасынан жаңа галочканы былай жылжытасыз. iPhone-да солай. iPhone-да жоғарыда VPN кілт көрінбейді ол кезде. Просто настройкаға кіріп, нені галочканы былай жылжытқан кезде жылжытасыз, қосылады. Болды, сосын кіре бересіз. iPhone-да солай. Ал Android-да осылай. Міне қосылды. Әрі қарай не істейсіз? Төменгі жағын неуді басып қаласыз. Міне VPN-ді қосып алдыңыз. Міне. Енді MetaMask кошелекке кіресіз жаңағы. Өзіңіздің MetaMask ашылған кошелегіңізге қалай кіру керек? Міне жүктеп алдық. Енді MetaMask деген басасыз, үстін түртіп қаласыз. Әрі қарай міне осылай шығады. Төменгі жағында начало работы деген жазудың үстін түртіп қаласыз. Міне ашылды. Міне осылай шығады. Осылай шыққан кезде осы жерде мұқият боласыз. Сізде мысалы MetaMask кошелегіңіз бар, кезінде ашқансыз, 12 фразаңызды білесіз, пароліңізді білесіз. Ол кезде импорт дегенді басасыз. Мынаны баспайсыз. Создайте новый кошелек деген ол жаңадан новый кошелек ашатын болсаңыз, ол кезде осыны басасыз. Егер ол кезде 12 фраза пароль береді, жаңадан ол. Ал сізде кошелегіңіз бар, ашып қойғансыз ғой.
соны орнату керек ашылған кошелегіңізді. Импорт дегенді басасыз ғой, импорт деген осыны түртіп қалдыңыз. Міне осылай шығады. Экранның бетін бүйтіп жоғары көтересіз былай. Ана жерге галочка қоясыз, түртіп қаласыз үстін. Астында я согласен деген жазудың үстін түртіп қаласыз, мынаны. Түртіп қаласыз. Сосын мына жерден түртіп қаласыз галочканы. Міне осылай. Әрі қарай мына тоже галочка қоясыз сол жағына. Міне галочка қойған кезде осылай шықты. Согласиться деген жазуды түртіп қаласыз. Мына жерде енді сіздің 12 фразаңызды сұрап тұр, және пароліңізді сұрап тұр. Яғни мына жерге 12 фразаңызды қой деп тұр, пароліңді қой. Сосын әрі қарай кошелегіңіз ашылады деп тұр. Енді мен 12 фразам қайда? Қазір көрсетемін. 12 фразаңыз жазып алған болсаңыз, мына жерге жазасыз мұқият. Негізі копировать етіп алған дұрыс та. Мен мысалға заметкеге сақтап қойғанмын мысалға. Осылай тұрады, осылай астын басы шығып кетемін. Міне заметке деген бар, осы заметкеге кіремін, осының ішіне сақталып тұр. Міне заметкеге осылай сақтап қойғанмын, осылай сақтап қойсаңыз да болады. Міне мынаның бәрін жазып отқанша осылай копировать етіп аласыз, үстін басып тұрасыз. Міне 12 фраза мынау. Міне 3 точка копировать етілді. Енді жаңа кошелекке кіремін. Міне мына жерге вставить етіп қоя қоямын. Үстін басып тұрам, вставить. Показать деген басаңыз 12 фразаны көрсетеді. Міне осылай қоя қоясыз. Немесе осылай жазу керексіз, тура осылай. Қалай тұр осылай. Егер жазып суретке түсіріп алған болсаңыз, суретіңіз болса. Міне оңай. Енді пароліңізді қой деп тұр. Қайттан кіремін да, мынадан былай шығам да, паролімді копировать етіп аламын. Міне пароль. MetaMaskқа кіретін пароль. Копировать. Міне осылай копировать етіп аласыз. Сосын мына жерге пароль деген жерге ставить етіп қоя қоямын. Немесе қолмен жазсаңыз да болады, пароліңізді білсеңіз қарап отырып. Мына оңай жолда. Қайттан сол парольді қайталайын. Парольді көруге де болады. Показать деген басам. Міне 12 фразаңызды қоясыз, өзіңіздің пароліңізді қоясыз, және импорт деген жазудың үстін түртіп қаласыз. Міне. Вот осы жерде мұқият болу керек. 12 фразаны қате жазбау керек. Қате болса қате деп шығады, дұрыс болса кіріледі. Әрі қарай импорт деген басасыз. Міне болды. Міне осылай шығады. Ваш кошелек готов, яғни кошелегіңіз ашылды дейді. Готово деген жазудың үстін басып қаласыз. Мен басып қалдым. Осылай шығады. Нет спасибо деген басасыз, үстін түртіп қаласыз. Тоже нет спасибо деген жазудың үстін түртіп қаласыз. Міне кошелегіңіз ашылды, восстановить етілді. Көрдіңіз бе? Жаңа телефонға мысалы. Енді әрі қарай сіз Matic Basket-тегі кабинетіңізге кіргіңіз келеді енді. Кабинетіңіз бар дейік. Ол үшін не істейсіз? Мына жерге пол шығару керексіз. Мына жерде эфириум тұр ғой, эфириум деген валюта. Бұл жерде пол тұру керек. Әрі қарай. Жоғарысында сол жағында не галочка тұр. Соның үстін түртіп қаласыз. Міне галочка тұр. Міне тұр. Соның үстін жай саусақпен түртіп қаласыз. Болды. Мынау сет. Бізге полигон майнет керек. Міне полигон майнет деген жазудың үстін түртіп қаласыз саусақпен былай. Міне болды. Әрі қарай міне осылай шығады. Полигон майнет понятно деген жазуды түртіп қаласыз үстін. Міне болды. Міне пол бетіне шықты. Міне. Енді кабинетке қалай кіру керек? Мысалы сіздің 5-6 кабинетіңіз бар болса, аккаунтыңыз. Міне, бір аккаунт емес, көбісіне 5-6 аккаунт қой. Ана аккаунттарды былай шығарып аласыз. Былай үстін бастыңыз ғой. Ана аккаунт бірдің қапталында галочка тұр, соны түртіп қаласыз. Міне. Сосын төменгі жағында добавить счет деген жазуды түртесіз. Аккаунттарыңызды ашып аласыз. Неше аккаунтыңыз бар, мысалы добавить новый счет деген бассаңыз, қазір аккаунт 2 ашылады. Осылай аккаунттарыңызды ашып аласыз. Міне аккаунт 2 ашылды, көрдіңіз бе? Аккаунт 1, аккаунт 2, міне аккаунт 2. Сізде неше аккаунт бар, соның бәрін ашасыз. Добавить тағы да басасыз да, тағы да ашасыз мысалға. 3. Үшінші аккаунтқа ашылатын, 3-ке ауысады. Міне осылай ашылады. Аккаунт 3 ашылды. Тағы да басасыз. Новый счет. Қанша аккаунтыңыз бар, сол осылай осылай ашып аласыз бірінші. 4-ші аккаунт ашылды міне. Енді тағы бір аккаунтыңыз бар дейік. 5-ші аккаунтыңыз бар дейік. Тоже осылай ашасыз, добавить новый счетты басып. Міне, аккаунт 5 ашылды. Осылай ашып аласыз. Неше аккаунт бар? Сізде 10 аккаунт бар ма, 50 аккаунт бар ма? Осылай ашып аласыз, сосын аккаунт 1 деген үстін түртіп қаласыз жай ғана. Міне аккаунт 1 сіздің бірінші кабинетіңіз ең алғашқы. Осылай ашып алдыңыз ғой. Енді кабинетке қалай кіру керек? Бұл енді қостық. Міне, қосылып тұр. Енді төменде мына глазок бар, мына браузер. Google Chrome сияқты өзінің браузері. Осының үстін түртіп қаласыз жай ғана.
бүйтіп түртіп қаласыз. Болды. Міне осылай шығады. Осылай шыққан кезде не істеу керек? Анау жоғарысында не түртіп қаласың, құлып па не мынау жазу үстінде портфило метамаsk io деген саусақпен жай үстін түртіп қаласыз былай. Міне қапталында X дегенді басып жібересіз. Сосын да жерге Matic Basket Co деп жазасыз ағылшынша. Matic basket.co тақап жазасыз. Осылай шығу керек қой не. Matic basket.co деп жазасыз. Астында мынаны түртіп қалсаңыз да болады. Осылай астынан шығады. Немесе төменгі жағында мына жерде менде мынандай стрелка тұр. Кейбіреулерде жаңа не болады? Перейти деген жазу болады. Осыны түртіп қалсаңыз да болады. Немесе астындағы жазудың үстін түртіп қалсаңыз да болады. Мысалы мен мынаны түртіп қаламын. Болды. Міне қазір обновление. Былай ауысып уже қазір кабинетке кіріледі. Міне осылай ашылады. Matic Basket Co. Міне осылай ашылады. Әрі қарай төменгі жағында подключиться деген жазу шығады. Соның үстін түртіп қаласыз. Міне үстін түртіп қаласыз. Міне бірінші аккаунтыңыз ашылды. Енді қалған аккаунтты ашу үшін не істеу керек? Міне бірінші аккаунт ашылды. Қалған аккаунтты ашу үшін міне қалған кабинетіңізге кіру үшін үстінде дөңгелекшені басасыз. Оң жағында жай ғана төменгі жағында міне тек қана бір аккаунт ашылып тұр. Қалған аккаунттарды қос деп тұр мына жерге. Подключить еще счет деген жазудың үстін түртіп қаласыз. Міне сосын мына жерге галочка. Міне бәрін бассаңыз да болады мынаның барлығын. Выбрать все дегенде. Міне аккаунт 3, аккаунт 4, аккаунт 5 міне. Болды. Обновить деген түртіп қаласыз жазудың үстін. Міне барлық аккаунтыңыз ашылды. Енді әр аккаунтқа қалай кіресіз? Әр кабинетіңізге. Тоже үшінші жоғарыда аккаунтты басасыз. Мысалға нешінші аккаунтқа кіргіңіз келеді мысалға. 5-ші аккаунтқа кіргіңіз келсе, осының үстін түртіп қаласыз. Міндетті түрде мына 3 точканы басасыз үйдің қасында тұрған, домиктің қасында. 3 точканы басасыз. Перезагрузить деген басасыз. Ол обновление. Яғни обновление болады. Міне түртіп қаласыз. Мынау ауысады не? Ауысады. Сол кезде 5-ші аккаунтыңызға кіріледі міне. Осындай сандар шықса, кабинетіңіз ашық тұр деген сөз. Сан шықпай 0-0 деп тұрса, кабинетіңіз ашылған жоқ деген сөз. Мен 5-ші аккаунтқа кіргенім қайдан білдім? Жаңа аккаунт 5 дегенді бастым ғой. Көрдіңіз ба? Және мен ол жерде әмиян бар. Әмиянды басқан кезде, мысалға аккаунт 1-де тұр ғой. Аккаунт 5-ті қарайсыз міне. Аккаунт 5. 5-тің үстін түртіп қалсам да болады мына, мысалға. Мына жерде сілтемеден де білесің. Әр аккаунттың сілтемесі бөлек болады. 915, аяқ жағы 915 па? Енді қараңыз. Мен жаңа 5-ші аккаунтқа кірдім, жоғары көтерілесіз. Міне, адрес 915 көрдіңіз ба? Осылай білесіз. Мына жерде өзіңіз сілтемеңіз тұрады. Мына жерде алған пакетіңіз көрініп тұрады. Енді басқа кабинетке кіру үшін не істеу керек? Жоғарысында 3 нені басасыз, дөңгелекті. Аккаунт 1-ге кіргіңіз келсе, аккаунт 1-дің үстін түртіп қаласыз. Қазір аккаунт 5-ші аккаунт, 5-ші кабинетіңізде кіріп тұрсыз деген сөз. Енді аккаунт 1-ге ауысасыз. Бүйтіп түртіп қаласыз. Міндетті түрде перезагруз жасайсыз мына кірген кезде. Өткен старый, оның алдында 5-ші аккаунт ашылып тұр қазір осы тұрғанда. 3 точканы басасыз. Перезагруз жасайсыз, түртіп қаласыз. Обновление болады. Көрдіңіз бе? Жүреді. Міне. Уже ашылды. Мына жерде сілтеме бөлек бірінші аккаунтта. К2Б. Міне. Әмиян. Мына аккаунт 5-те тұр, оны ауыстырасыз, галочканы басып қапталында. Аккаунт 1 деген үстін түртіп қаласыз міне. Міне көрдіңіз бе? Міне. Аккаунт 1-дің адресі К2Б. Қараңыз. Енді міне көрдіңіз бе? Осылай кабинетке осылай кіресіз. Ешқандай қиындығы жоқ. Кошелекке осылай кіресіз. Міне кошелек мынау. Әмиянның суреті тұр ғой міне. Мынау кошелек, сіздің кошелегіңіз. Міне осылай кіресіз кошелекке де, кабинетке де осылай кіресіз. Жаңадан телефон алған болсаңыз, осылай орнатасыз. Бітті. Самый главный MetaMask кошелегіңіздің 12 фразасын, паролін білсеңіз болды. Тура осылай кіріп, осылай жасайсыз. Осылай жасап бәрін болғаннан кейін міндетті түрде VPN-нен шығып кеткен дұрыс. VPN-ді отключить етіп тастайсыз. Міне VPN қосылып тұр ғой. Android бұл. Міне VPN-ға кіресіз, отключить ету үшін. Тек кабинетке кіретін кезде ғана VPN-ді қосасыз. Кіріп болғаннан кейін VPN-ді алып тастайсыз. Мына жерде Consest деген бассаңыз да болады осыны. Міне VPN қосылып тұр, Подключено деген жазудың үстін түртесіз саусақпен. Отключить деген басасыз. Түртіп қаласыз. Болды міне.
сосын міне сызықшаны басып қаласыз үстіндегі сол жағында. Болды уже. Міне подключить деген сөз, яғни уже отключен болды. Міне VPN деген жазу кетіп қалды, кілт жоқ, уже сіз отключить етіп тастадыңыз. Былай шығып кетесіз. Астын түртіп шығып кетесіз осылай. Болды. VPN жоқ, уже отключить етіп тастадыңыз. Ал айфонда настройкасына отключить етесіз. Настройкасына беріңіз, галочканы былай солға жылтасыз, бітті. Пайдасын берсін ал. Қарап үйреніп алыңыз.